Ақтөбе қаласы номер 38-ші қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мадетхан Перизат. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы ежелгі кітапханалар, екінші сабақ. Сабақтың мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Бағалау критерия. Мәтіндерге салыстырмалы анализ жасайды, негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктейді, материалдар негізінде жинақы мәтін жазады. Балалар, ендеше бір сәт оқылым тапсырмаларына назар аударамыз. Мәтіндерді оқып салыстырмалы анализ жасау. Бірінші мәтін. Отырар кітапханасы Моңғол билігіне дейінгі отырарда орналасқан әлемдегі ірі кітапханалардың бірегейі болған. Тарихи деректер бойынша бұл кітапхананың негізін салушы ретінде ғалым әрі философ Әл-Фараби делінеді. 12 ғасырдың соңындағы кітап жинақтардың қараушысы Сунақ руынан шыққан Хисамуддин болған екен. Кейбір деректерде кітапхана ауқымы жағынан тек Александрия кітапханасынан ғана кіші болған делінеді. Шыңғысхан отырарды қиратқаннан кейін кітапханаға не болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Ондағы кітаптар жайлы да жазба деректерде айтылмаған. Қазіргі кезде отырар кітапханасының кітаптарының тағдыры жайлы сан алуан әңгіме бар. Осы жағымен ол іздеушілерді өзіне тартады. Кейбір деректер бойынша моңғол шапқыншылығы кезінде кітаптардың жерасты жолдарына сақталуы мүмкін екен. Ал кейіннен оларды 7 жасар бала тауып алады делінеді. Дегенмен мұндай болжамдар нақты дәлелдерге негізделмегендіктен ғылымда әлі күнге дейін мойындалмай келеді. Профессор Еренғайып Омаров отырар кітапханасы туралы сұхбатында Александрия кітапханасы 391 жылы өртелген болса, отырар кітапханасы сол жылдан бастап бері қарай, яғни 830 жылдай әлемдегі ең үлкен кітапхана болып тұрған. Ал енді тым батыл шешім айтар болсақ, Александрия кітапханасының басым бөлігінің өртелуі біздің заманымызға дейінгі 47 жылға тиесілі екенін ескерсек, өрттен аман қалған кітаптар бар болған күннің өзінде отырар кітапханасының қорынан аз болуы мүмкін. Олай болса, отырар кітапханасы 1000-1200 жыл шамасындай уақыт дүние жүзіндегі ең үлкен кітапхана болғаны сөзсіз. Екінші мәтін. Ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Цезарь сол кітапхана ісіне бел шеше кірісіп, жобасын жасап, жоспарында өзі құрады. Цезарь өмірден өткеннен кейін де оның бастамасымен салынған кітапханалар ерекше танымалдыққа ие болған. Римнің бақуатты тұрғындары кітапханаларды арнайы кедей отбасындағылардың пайдалануына жағдай жасады да, өздері үшін таптырмас кітап қорларын көбейтті. 4 ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерді. Біздің ерамыз басталар шақта кітапханалар шіркеулер мен монастырлердің ажыратылмас бір бөлшегіне айналды. Тақуалар кітапты оқи жүріп өздері де жазды. Сондықтан да олардың күшімен көптеген кітапханалар жандана түсті. Орта ғасыр аяқталар тұста сәулеті көкпен таласқан шіркеулер салына бастады. Осы кезде кітапқұмар адамдар да құралақан отырмастан сол шіркеулердің жанына кітапханалар тұрғыза бастады. Университеттерде кітап қорын көбейту мақсатында білікті жұмыс атқарып, кітап жинауда белсенділік танытты. Париж университеті, Гейдельберг пен Флоренция университеттері өздерінің даңқты кітапханаларымен мақтанып, бұғауланған кітаптармен таныла бастады. Бірақ ол кездерде кітапханаларды жасап шығару қиын іс болатын. Өйткені олар өркениетін жасырып ұстамаса да, қызғанып, қатар-қатар болып тізілген қабырғадағы кітаптарын шынжырлап сақтады. Мәтіндерді салыстыра отырып, төмендегі кесте бойынша талдаймыз. Мәтіндік деңгейде талдау мына сұрақтар төңірегінде жауап іздеген дұрыс. Мәтін неше азат жолдан тұрады? Мәтіннің құрылымы қандай? Кіріспе, негізгі, қорытынды. Мәтіннің азат жолдары қалай байланысқан? Сөйлем деңгейінде. Мәтін сөйлемдерінің айтылу мақсаты мен құрылысына қарай қандай сөйлем түрлеріне жатады? Қандай ойды жеткізуді көздеген?
Бірыңғай мүшелі сөйлемдер қолданыс тапқан ба? Мәтінде дәйек сөздер қолданылған ба? Оның негізгі идеяны ашудағы әсері қандай? Сөз қолданыс деңгейінде. Негізгі тірек сөз, тура және ауыспалы мағыналы сөздер, синонимдік қатар, антоним сөздер, кәсіби сөздер, көркем сөз қолданыстары, эпитет, теңеу, метафора, оқшау сөздер. Шығармада қолданылған сөздер не үшін қолданылған? Талдау барысында үнемі автор не үшін осы сөзді қолданған? Неге мұндай тәсілді қолданған? Ол автордың қандай ойын жеткізуге қызмет етеді деген сұрақтарға жауап бере отырып орындау қажет. Жинақы мәтін. Бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Мәтінді толықтай түсіне отырып, мәтіндегі негізгі ойды басқа формамен бекіту процесі. Түп нұсқа мәтін жинақы мәтінге айналады. Тыңдалым және оқылым материалдары негізінде жүзеге асады. Мәтін, жинақы мәтін құрастыру жолдары. Мәтінді мұқият оқу, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау, қосымша ақпараттарды сызып тастау. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу. Автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі ойды ықшамдау. Мәтін түп нұсқасының сілтемесін көрсету. Алынған ақпаратты барынша қысқа беру үшін лексикалық, грамматикалық бірліктерді дұрыс таңдай білу. Мысалы, қайталауларды жалпылау сөздермен алмастыру, сөздерді синонимдермен алмастыру. Бірнеше жай сөйлемді бір құрмалас сөйлемге, немесе құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемге айналдыру. Жинақы мәтіннің жанрлық түрлері. Тезис, аннотация, презентация, конспект, кесте, схема, тезистік жоспар, ықшамдалған мәтін. Екінші тапсырма. Жоғарыда берілген мәтіндердегі негізгі ақпаратты анықта, ойды ашуға негіз болған тірек сөздерді, сөйлемдерді теріп жаз. Үшінші тапсырма. Оқылым мәтіні негізінде жинақы мәтін жаз. Дескриптор. Негізгі ақпаратты анықтайды, ойды ашуға негіз болған тірек сөздер мен сөйлемдерді теріп жазады, жинақы мәтін жазады. Бүгін мен білдім, бүгін мен үшін қиын болды, бүгін мен үшін қызық болды, маған өміріме қажет ақпарат алдым деген аяқталмаған сөйлемдер негізінде кері байланыс береміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат